Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздерге біз біліктілік арттыру курсын ұсынамыз. Біздің тақырыбымыз инновациялық технологиялар мен педагогикалық коммуникация, кәсіптік және техникалық білім беру үдерісіндегі тиімді шешімдер. Курстың авторы мен Сағадат Райбек Телжанұлы. Курстың негізгі мазмұны ол қазіргі уақыттағы колледждегі және кәсіптік және техникалық білім беру ұйымдарындағы оқытушылардың, педагогтардың сұраныстарына сәйкес орындалған. Бұл курс барысында сіздер нені меңгересіздер? Біріншісі, білім алушылардың оқу процесіне тартылу тәсілдерін меңгересіздер. Бұл дегеніміз не? Оқушы немесе студент, білім алушы сабаққа ынтасы төмен, қызығушылығы жоқ, белгілі бір деңгейде жауапкершілік танытпайды, ынтасы төмен деңгейде, осының барлықтарын қалай арттыруға болады, және де тырнақшаның ішінде вовлеченностьті қалай қалыптастыруға болады, соның механизмдерін үйренесіздер. Одан кейін бүгінгі күні трендте ол чат GPT мен жасанды интеллект құралдарын оқу тапсырмалары мен бағалау барысында қалай қолдануға болады. Біз соны үйретеміз. Үшіншісі, альфа ұрпағының психологиясын түсінесіз. Сіздердің алдарыңыздағы дәрістеріңіздегі, практикалық сабақтарыңыздағы білім алушылардың қалай жауап беретінін, оқу іс-әрекеті, не стилі қандай, мінез құлықтары, не себепті олай, соның барлықтарын түсіндіретін боламыз. Оны білген адам студенттерге, білім алушыларға қарай дұрыс тиімді шешім қабылдай алатын болады. Одан кейін эмоциялық интеллект пен конфликтті басқару дағдыларын. Өзіміз білетіндей, педагогикалық мәдениеттің ең жоғарғы көрсеткіші ол конфликтті дұрыс басқару және эмоциялық интеллект. Бесіншісі, бүгінгі күні білім алушылар, студенттердің барлықтары мекен ететін онлайн кеңістіктегі мессенджерлер мен әлеуметтік желілерге қалай оқу үдерісіндегі тапсырмаларды, білім мазмұнын кіріктіруге болады, соны меңгеретін боласыздар. Енді курс 5 модульден тұрады. Біріншісі, білім алушылардың оқу үдерісіне қатысуын арттыру, тартылу және жауапкершілік мәдениеті. Екіншісі, чат GPT мен жасанды интеллект білім беру үдерісіндегі инновациялық технологияларды интеграциялау. Үшіншісі, білім алушылардың тілінде сөйлеу, ұрпақ психологиясы мен тиімді қарым-қатынас мәдениеті. Төртіншісі, эмоциялық интеллект. Бесіншісі, цифрлық дәуірдегі коммуникация, әлеуметтік желілер мен мессенджерлерді білім беру үдерісіне қауіпсіз кіріктіру. Біздің курстың артықшылықтарын санап айтатын болсақ, біріншісі, колледжге, кәсіптік және техникалық білім беру ұйымына бейімделген барлық кейстер, мысалдар, тапсырмалардың барлықтары колледждер мен кәсіптік және техникалық білім беру ұйымындағы контекстте қарастырылады. Екіншісі, қазіргі білім алушылардың психологиясына негізделген. Үшіншісі, педагогтың эмоциялық қауіпсіздігін қамтамасыз етіледі. Төртіншісінде теория, практика, дайын құралдар. Өзіндік жұмыстар арқылы белгілі бір деңгейде сіз дайын құралдарды меңгересіз. Егер күнделікті біз берген нұсқаулықтармен, қадамдармен, алгоритмдермен жүретін болсаңыздар, соған машықтанатын боласыздар. Соңғысы, барлықтарыңызды осындай курсқа шақырамын. Біз мүмкіндігінше сенімдіміз. Курс аяқталғаннан кейін топтағы студенттер аудиториясындағы білім алушылардың ең сүйікті және де белгілі бір деңгейде ең беделді оқытушы болатындарыңызға. Рахмет.